Татарга тылмаш керекми деген мәкаль. Бу чыннан да шулай микән? Татар кешесе казак кешесен тәрҗемәчесез генә, талмачсыз гына аңлый ала микән? Бүген без шуны тикшерәчәкбез. Һәм бүгенге кунагыбыз Алматы шәһәреннән казак егете Бауыржан. Сәлам Бауыржан, Татарстаннан. Сәлам Алматыдан. Минем сүзләр әзер, синең сүзләр әзерме? Әзер, әрдайым. Димәк, син бары тик казакча сөйләшәсең, мин бары тик татарча сөйләшәм. Башта мин сиңа сүзне аңлатам, аннан син миңа аңлатасың, һәм мин белеп карыйм. Biz birinchi onun аңлатмасын айту керекпіз ғой, жоқ? Сөз айтамыз. Мәсәлән, мин аңлатам, мин ул сүзне әйтергә тиеш түгелмен, әйтергә ярамый сүзне, синонимнар ярамый, аннан без аны инглишчәгә тәрҗемә белән тикшерә алабыз. So we can use English to sort of understand whether we've guessed the word or not. Беренче сүз җиңел сүз. Бу бик көчле хис, кемгә дә булса булган хис. Гадәттә без ул кешегә бик сокланып карыйбыз. Һәм без аңа яхшылык эшләргә телибез, әгәр дә бу хис бездә бар икән. Белә аласыңмы? Бірінші хис не екенін білу керек, бізде ондай сөз жоқ. Сездә хис сүзе юкмы? Димәк, син ул кешегә карыйсың, һәм синең көләсең килә, синең аны кочаклыйсың килә. Ул кешегә менә шундый хис, тойгы. Бу шундый тойгы, аңлыйсыңмы? Нәрсә ул тойгы? Тойгы да бізде ондай сөз. Юкмы? Хис, сөйтергә тагын хис, тойгы, эмоция, ну бунысы эмоция инде татар сүзе түгел. Дәвам итәм. Хис та менің ойымша татар сөзі емес, ол да кірме сөзі шығар, араб парсы. Бәлки. Димәк, бу иң популяр сүз миңа калса бөтен телләрдә дә. Нәгәрә кешеме? Кеше. Мин аның белән булырга телим. Һәм мин Гашыгың. Якын киләсең. Әйе, менә Сүйікті. Әйелі. Жұбай. Сүйікті қыз. Әйелі. Бу хис, ягъни. Эмоция. 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 Сүйіспеншілік, ғашықтық. Гашыклык башкача. Көчлерәк. Махаббат. Әйе, махаббат дөрес. Яисә сөю. Сездә дә махаббат, бездә махаббат, сездә махаббат, шулаймы? Бізде махаббат, иә. Махаббат. Бізде архаизм сөз бар, сүйім деген. Қазір ешкім қолданбайды. Сіз сөю қолданмайсызмы? Сөю деп. Сүйю, иә дейміз. Солай айтамыз. Біз айтабыз, мен сені яратам гадәттә. Но bizdə ярату сүзе кулланыла. Сездә мен сені Мен сөям. сені сүйем, біз сені жақсы көрем дейміз. Сені яхшы күрәм деген кебек. Иә. Демәк, сені шират. Енді менің бұл енді зат есім, яғни наум, табиғи құбылыс. Енді бұны табу оңай. Жаңбыр жауғаннан кейін күннің сәулесіне шағылған тамшылардан пайда болатын оптикалық. Аңладым. Біз аны салават көпірі дейбіз. Сізде неше ол? Салават көпірі. Бізде кемпір қосақ. So it's rainbow. Yeah. Okay, so I've guessed it. So it's салават көпірі бізде ме? Сізде? Яңадан? Кемпір қосақ. Кемпір қосақ? Иә. Яхшы, ярай. Дәвам итәбез. Мин Молданазар деген казак җырчысын тыңладым һәм аның бер җырында шундый сүз бар. Син аны беләсеңме? Ул җырчыны? Иә, бір-екі өлеңдерін естіп көргем. Яхшы. Бу әйберне матурлыгы өчен кияләр. Аны кияләр гадәттә муенга. Шарф. Юк, аны матурлыгы өчен кияләр, гүзәллек өчен кияләр, ягъни. Кызлар киергә ярата. Моншақ. Юк. Башкача? Мойынға тағады дедіңіз, иә? Әйе, мойынға тағалар. Бізге мойынға қатысты тек қана моншақ бар. Мойыншақ. Немесе Кызлар тағады, шулаймы? Иә. Яхшы, бәлки бижутерия. Яхшы, бездә мойынса, но мин сездә алка дип ишеткән идем, алка. Алка. Иә, алка келеді екен. Бу шулык сүзме? Мойыншақ, алка. Алқа енді, білмеймін, мен қыз болмағаннан кейін шығар білмеймін. Бу сүз миңа кызык булды, җырда ишеттем. Менә бу Молданазарның җырында, Махаббат җырында, мойныңда сенең көместән алка дип җырлый ул. Иә. Көместән алка димәк муенса? So it's a necklace, right? Муенсақ. Иә, мойын деген сөзден, иә? Әйе, мойын, бездә дә мойын. Бізде мойын. Енді менің келесі сөзім. Яхшы. Жалғастырайын. Бұл тағам шығу тегі Италиядан. Енді шәрбаттан жасайды, сүт қосады, сүт тағамы яғни. Осы. Италиядан? Иә, шығу тегі Италиядан. Бу баллы әйбер димәк, татлы әйбер димәк.
Şerbet, muz, süt, Muz, süt, bal. muz, Muz. Natasha qalay bo'ladi ekan muz degan so'z? süt. Bilmem, demek men bilisham. Ne deysiz? Boz. Muz degan boz ekan. Ha, sizda m bilan b almashinuvi. Ay, yaxshi. Biz biz deymiz. Demak, to'ndirma. Bu to'ndirma. Undurma degan turkcha dondurma degan. Ya durust onda. Balmuzdaq bizde. Ice cream demak. Ya. Bizde Aha. balmuzdaq deydi. Balmuzdaq. Ay, men ko'rgan edim. Qiziq so'z. Davom etamiz. Bu fi'il. Anlaysan demak fi'il. Ism tugul fi'il. Anladın? Arap so'zi, men arabcha. Anlatan. Ndida bo'lsa filmni qorar uchun boshda ani shushlar aytirga kerak. Yo'qsa muzika tinglar uchun ani shushlar aytirga kerak. Nishlatirga. Nishlatuv bu. Registratsiya jasab. Yo'q. Tirkalu tugul, yo'q. O'ynatuv, Yo'q. postuv. Bu demak, ana ikki ma'nosi bor. Ol internetda qo'llanilgan so'z emas. Ham tag'in masalan nidir orbaga, nidir nitasan mana. Sinonimini ayta yozdim. Ana aybarni olasan, ham orbaga nishatasan. Salam, Yo'qsa, juktim, ayi, demak, sening so'zing juktiv, yuklav. Bizda yuklav. Sizda juktav. juktiv. Aha. Mening kelesi so'zim bu жаңағы қазір айтайын. Аласа ағаш бұталарда өсетін шырынды жеміс түрі. Сол жемістердің атауы. Aha, bu demak, Мысалы оған құлпынай, таңқурай, қарақат, тағы басқасы жатады. yara men anladım bu jemish. Nidir ağaçta o'sa turgan jemish. Соның жалпы атауы. Umuman otamasi. Ол кішкентай болады. Jemishning otamasi. Аласа ағаштарда немесе бұталарда өсетін шырынды жеміс түрі. To'ta, hamisini asrab olib beraman oshqima. Bu ayber ağaçta o'sa, bu jemish. Ағашта ғана емес, бұталарда өседі, бұта. Butoqlarında o'sa. Жоқ, ағаштың бұтақтары ол басқа. Жалпынандай аласа бұтақтар бар. Ne quvoqlar demak. Quvoqda o'sa. Иә. Ol bollimi, ol jemish, ana oshab bo'ladimi? Kishi oshayman. Иә. Жоқ, оның түр-түрі болады. Улысы болады. Жеуге жарамдысы болады. Жабайысы болады, және үйде өсірілетін болады. Оның жалпы атауы. Аның түсі нендей түсі? Түстері көбінесе қызғылт, күлгін, қызыл болады. Кейбіреу сары болып кетеді. Сондай. Қызғылт, сары, сол жылы түстері. Ол зұр ма ол жеміш? Ол көп мәрақ бармақ білән түсті аласың? Бірақ жалпы бар ғой, оның түстері әртүрлі бола алады. Көк те бола алады мысалы. Зәңгір де бола алады демек. Нақты түсі жоқ олардың. Қарлыған? Жалпы атауы. Жеміш, нәрсе, жилек? Иә. Жидек шығар. Жилек, сізде қазақша нешік бұла? Жидек. Жидек. Мен теге ауыр айттым, мәселені ауыр айттым ғана бары тек. Демек, келесі сөзім. Бұл әйбір, әр кішінің йортында бар. Ол әйбір аша бөлмеге яқтылық кіре ала. Һәм бұл әйбір аша біз урамны көре алабыз, бұл әйбір аша. Ол өте көрінмәді. Терезе. Әлбәтте, терезе. Келесі сөзім, бұл жануар. Сүт қоректі жануар. Қазір оны мысалы жаңағы Азияның және Африканың бөлігінде кездестіруге болады. Сен мұны қоян дедің, Африкадан дедің ме бұл жануарны? Африкада да бар, Азияда да бар. Ерар бұл зор ма бұл жануар? Иә, үлкен, зор. Яқшы, үлкен, сізде үлкен, бізде зор. Ұлы демек, біз ұлы дейбіз. Аның құлақлар... Ұлы деген енді бізде great. Бұл жануарның құлақлары зор ма? Жоқ, білеміз. Тағы ненде сипатлары бар дедің? Ең басты сипатын айттым. Тұмсығында мүйізі бар. Тұмсығында нәрсе бар? Мүйіз. Мүгізі бар. Аңашылды, бұл демек мүгіз бұрын дейлер бізде. It's a rhino, right? Иә. Мүгіз бұрын. Мүгіз бұрын. Сізде нәрсе? Мүйіз тұмсық. Бізде тұмшық ол қышта бұла.
бізде енді тұмсыққа келтіреді екен. Тұмшық сізде нәрсе ол? Тұмсық болады. Ол жаңағы мынау сонда мұрын, ауыз шығып тұрған ол құста ғана емес, итте де болады, кеде де болады. Бізде тұмшық ол құштарынікі ғадатта, білмеймін. Ярар, рахмат сеңа, Бауыржан. Жарайды, онда сау болыңыз, сізге де рахмет. Қуандым, шат болдым аралашырға. Рахмат. Сау болыңыз. Ярай, сау бол, есен сау. Шуның белән шул, рәхмәт дуслар, караганыгыз өчен. Әлеге видеоны караган барлык төрки халыкларга да сәлам. Әгәр дә видео барышында берәр таныш сүз ишеттегез икән, әгәр дә ул сүз сезнең телдә дә бар икән, комментларда язып калдырыгыз. Исән сау. Күрешербез.